Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, духовкада дайындалатын ерекше картоптар дайындайтын боламыз. Ең алдымен картошкаларымыздың қабығын ашып, жақсылап жуып, видеода көрсетілгендей турап шығатын боламыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш, картопқа арналған дәмдеуіш, паприка саламыз. Күнбағыс майын құямыз. Қалауыңыз бойынша күнжіт қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Протеинімізге пергаментімізді жайып, дайындап алған картопымызды салып шығатын боламыз. Мен мұнда фольга қолдандым. Енді 180 градуста картоптарымыз қызарғанша, корочка пайда болғанша бетінде пісіретін боламыз. Мінекей біздің картоптарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, дәмі ерекше болып, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.